Assalamu алейкум, жаңа жылдарың құтты болсын, кіріп келген жеткен. Өмір жастарың ұзақ болсын, семьяларыңа өте бір жақсы, қасиетті, құрметті жыл болып келсін. Дендерің сау болып, Әли Нұрым, Раянам, Мақсат, Рамазан шықпай қалды ғой тілегі. Рамазаным, Еннебегім жақсы экзамдарын тапсырып, стипендиясын алып, үлкен жоғары оқуын бітіре берсін. Мәнсүрім жақсы жігіт болып өссін. Папасы, мамасы аман болсын. Папасы, мамасының қолқанаты болсын. Апасы бүгін енді сендер келетіп, азынан бері дайындалып отыр. Гүлайна қонаққа келді. Жаңа жылды қарсы алдық, мына дастархан болсын. Апасы енді қазір жаңа жыл құтты болсын деді, бітірсей сөзіңді. Басқа адамдар үшін сөйлемесей. Болды, мен сөйледім, болды. Ал, Райна? Мына 2026 жылға кіріп келген жаңа жылдарың құтты болсын, дендерің сау болсын, отбасыларыңа қуаныш, ынтымақ, берекелі, ынтымақты жыл болсын, мерекелі, дендерің сау болсын, бала-шағаң аман болсын, жаңа жылдарың құтты болсын. Иә, мынау жаңа жыл дастарханымыз, жаңа жылдарың құтты болсын. Жаңа жылда жаңа табысқа жетіңдер. Нұргүл, Қанат, мынау өсіріп отқан ұл қыздарың дендері сау болсын, отбасыларың аман болсын, отбасыларыңда әрқашанда береке, байлық, табыс, бақыт, шаттық барлығы бола берсін. Рахмет балдарыма, барлығы ниеттерін, тілектерін айтып отыр. Періштенің құлағына шалынсын, солардың жақсы тілектері. Солардың арқасында үстіп ойнап күліп жүре берейік. Жаңағы кішігірім жаңа жылда құр болмасын деп барлығына бір кішкентай подарка алған ем. Қазір подарканы көрсетіп қояйын сендерге. Мынау үш қызға, мынау Мақпалдың қызына, кішкентайына, анау үш қызға, мынау Мансұрға, мынау Нұридинге, мынау Алинұрға, мынау Мұхидинге, мынау Пернебекке, мынау Рамазанға, мынау мамаларыңа, жаңа жылда жаңа мынандай шайнекпен шай ішін деп жаңа жылға Нұргүл саған подарка. Осы дендерің сау болсын, жаңа жыл жақсы жыл болып келе берсін жәндерім. Рахмет айтып тілектеріңе жіберген видеоларыңа.